Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Мемлекет басшысының жарлықтарымен Қазақстанның Армения мен Бразилиядағы төтенше және өкілетті елшілері тағайындалды. 2020 жылы Қазақстанда 650 мың тонна нан өндірілді. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша тамақ өнімдерінің жекелеген түрлерін өңдеу мен өндіру көлемі өскен. Зейнетақы жинағын пайдаланып, ипотекасыз тұрғын үй сатып алуға қажет құжаттар тізімі жарияланды. Бұл мәліметті Отбасы банкінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Ажар Ғинаят қашан медициналық маскасы жүруге болатынын айтты. Халықтың ұжымдық иммунитеті қалыптаспай, азаматтардың 60%-дан астамы вакциналаудан өтпей, масканы шешуге болмайды, деді вице-министр. Астана ЛРТ құрылысын жандандыру үшін банктерден инвестиция тарту жұмыстары басталды. Бұл туралы елорда әкімі Алтай Көлгінов қала тұрғындарына есеп беру кездесуінде айтты. Сұранысқа ие мамандықтар бойынша жастар колледждерде тегін оқитын болады. Бұл жөнінде мәжілісте премьер-министр Асқар Мамин мәлім етті. Қостанайда мұқтаж азаматтарға 281 пәтер беріледі. Қалада 2 шағын ауданның құрылысы аяқталуға жақын. Қазір мұнда 76 тұрғын үй салынса, жыл соңына дейін тағы 12 үйдің құрылысы аяқталады. Әлемнен бірер ақпар. Нидерландыда коронавирус вакцинасы бірінші кезекте қарт адамдарға салынады. Лондон Еуропадағы ең ірі биржалық сауда орталығы атағынан айырылды. Сарапшылар мұны Ұлыбритания капиталы сауда көлемінің жартысына жуығы Еуропалық одаққа көшкендігінен деп түсіндірді. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.